Аяулананы сағынышпен еске алу. Сәрсенкүл Тілеубек қызы. Құрметті ағайын, туыс, бауырлар. Бүгін әулетіміздің шам шырағы, шуағы болған Сәрсенкүл анамыздың фәни тірліктен озғанына 1 жыл толуына орай ұрпақтары рухына Құран бағыштап, өмірлік жолын еске алады. Біз анамыздың балалық шағы туралы көзі тірісінде өзі жанарына жас алып баяндаған әңгімелерінен білеміз. Бірақ ол көз жасы өкініштің жасы емес. Бар қиындықты жеңіп, бейбіт, мол заманға да жеткеніне шүкіршілік еткені. Біз үшін ол естелік әңгімелері құдды бір аңыздай көрінетін. Ол заманның адамдары саясаттың құрбандары болып, талай қиындықты басынан өткерсе де, асылдығы сонша, сағы сынбай, соның барлығына төзген. 1928 жылдың 25 желтоқсанында Майлыкөлде дүниеге келген анамыздың балалық кезі, сонау Голощекиннің солақай саясатынан, ашаршылықтан, елдің көз жасын сорғалатқан заманнан басталып, Ұлы Отан соғысының ауыр кезеңімен жалғасқан. Әкесі Тілеубек пен Маржанкүл анасының 4 перзенті болған. Алды Тұрсынбай, Бейсенбай аға, Қалтай әпкеден кейінгі кенже бала біздің анамыз. Айтуынша, отбасы анасы Қалтай әпкесімен, әсіресе Тұрсынбай ағасының арқасында ашаршылықтың зардабын көп тартпаған. Не бары 13-14-тегі ағасы орыстың шенеулігінің атарбасын айдап, мал жанына қарасып жүріп, үй ішін өлтірмей аман алып қалған. Біраз жылдар өткен соң Майлыкөлден Ақкөлге көшіп барғанда, Тұрсынбай ағасы үй салып, сол елді мекенде анамыз білім алған. Тілеубек атамыз палуан, тамыр ұстап айтатын емшілік қасиеті бар. Ат бегілік өнері күллі Талас өңіріне аңыз болып тараған қасиетті кісі болған екен. Талай жанды емдеп жазып, талай асуды тұсаған әкесінің бұл қасиетімен өнері біздің анамызға да дарыған. Анамыз кішкентайынан алдына келгенді тістеп, артындағысын тепкен асауды жуастып, аттың құлағында ойнаған екен. Соғыс басталғанда анамыз не бары 13 жаста болған. Сонда үлкендермен қатар бидай орып, астық бастыруға шығатын қызды көргендер, Сәрсенкүлді алған жігіттің арманы жоқ десетін. Екі ағасы да соғысқа аттанып, үйде ата-анасы Тұрсынбай ағасының келіншегі Шәдәт жеңгесі мен өзі қалыпты. Кейін Бейсенбай ағасының қазасын жеткізген қара қағазынан отбасының еңсесі езіліп, қайғы жұтқанда Шәдәт жеңгесі іште қалған әсем қызын дүниеге әкеліп, Тұрсынбай ағасының тұңғышы, ай мен күндей немересі ата-анаға жұбаныш болған екен. Кейін Тұрсынбай ағасынан келе жатырмын деген қуанышты хабар алған отбасы біраз серпіліп еді. Бірақ сағыныштан сарғайған Маржанкүл әжеміз қуанышты қауышу күніне жете алмай, сол күйі ұлын көре алмай көз жұмды. Амал қанша. Өмір жалғасын тауып, аға жеңгесі қиындықтан бірте-бірте бас көтеріп, туған өлкесі Ақкөлге көшті. 10-шы сыныпта оқып жүрген Сәрсенкүл май зауытына есепші болып жұмысқа орналасып, сол саланы бүге-шүгесіне дейін игеріп алады. Сол кезде 3-4 үйден кейін тұратын көршісі болған болашақ қайнағасы Омарқұл аға інісі Әбуәліге келін болса деп сырттай қарастырып жүрсе керек. Сөйтіп, біраз шама уақыт өте келе, 1947 жылы анамыз да
маңдайына жазған қосағы біздің әкеміз Әбуәлі әкемізбен отау тікті. Үлкен, берекелі әулеттің келіні атанып, Бағжан әжеміздің қызындай көрген сүйікті келіні болды. Тұңғыш қызы өмірге келгенде, Бағжан әжесі 4 құбыласы тең болғанына Аллаға тәубе етіп, есімін өзі қойған еді. Өзін әрқашан қолпаштаған Бағжан әжесі Омарқұл жәкесімен үй тірлігін үйретіп, білмегенін жасырып, білгенін асырып отырған сәнді жеңешесін, Қалтай әпкесімен Жұмабек жездесін үлкен құрметпен, ризашылықпен еске алып отыратын. Жұмабек жездесінің Мәскеуден әкелген қара гармонымен ән айтып, қонақтарды қарсы алатын деп айтқанда, сағыныштан көзіне жас алатын. Жатқан жерлері жайлы болсын. Анамыз қайын жұртын өте жақсы көрді. Әкемнің інісі Әбдірәлі көкем десе, ол кісінің бала шағасы дегенде жаны бөлекті. Алматыға келгенде міндетті түрде көкеміздің балаларын іздеп түгендейтін. Осылайша ата-анамыз 60 жылдан астам салиқалы бақытты ғұмыр кешіп, өмірге Гүлзағира, Гүлжәмилә, Нұржәмилә, Қонақбай, Тоқсанбай, Мұхамедияр, Мұхиддин, Қайрат пен Мұраттай 9 перзентті әкелді. Ата-ананың жылы алақаны баласы үшін таусылмас қуат, сүйенер асқар тауы. Көп болса екен, тату болса екен деп тілейтін едім. Арманым орындалды деген сөздері жадымызда сақталды. Аллаға шүкір, 9 әулет болып, 25 немере, 33 шөбере, бір шөпшекпен мәуелі бәйтеректің тамыры кең тарады. Ардақты атана барлығымызды оқытып, бір маман есі қылып, бағыт бағдар берді. Соның арқасында 9 баласы әртүрлі салада еліне адал қызмет етуде. Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер демек, тектінің тәлім тәрбиесінен тараған немерелері де Ақшта, Гарвард сияқты, Япония мен Қытай, Германия, Голландиядай шет елдің мықты оқу орындарында білім алып, ғылым докторы дәрежесін қорғағанын, өмірде өз орындарын ойып тұрып алып жатқанын, өсіп өңгенін көзі тірісінде көріп кеткен анамыз, мен өміріме ризамын, Аллаға шүкір деп, төбесі көкке жетіп еді. Өмірдің ыстығы мен суығына көніп, бейнет түбі зейнет дегендей, өмірінің соңғы кезеңдерінде бақытты болды деп айта аламыз. Тағы бір айта кетеріміз, анамыз еш баласын бөліп жармаса да, қара шаңырақ иесі Кенжебайы Мұраттың анамызға сіңірген еңбегі ерекшеді. Алақанына салып бақты. Таң атқанда красавица моя деп сүйіп, кеш батқанда түнінің қайырлы болуын тілеп, анамыздың түн ұйқысының тыныштығын аңдыған Мұрат, ақтық демі шыққанша қасынан кетпеді. Анамызда қартайғанда Мұратымды туып алғаным қандай жақсы болды деп, ақ батасын беріп кетті. Бар шәулеттің атынан Мұратқа ризашылығымызды білдіре отыра, анамыздай әдемі қарттықты тілейміз. Анасына жасаған жақсылығы еселеніп қайтсын. Мұхтары да дәл өзіндей перзенттік парызын орындайтын саналы перзент болсын деп, отбасына бақытты, ұзақ ғұмыр тілейміз. Бақытын бағалағанға бақ қонар деп, анамыз естеліктерін ұрпақтарына өнеге, тарихи мұра етіп, кітап қылып басып шығардық. Тумақ барда өлмек бар. Алланың басына берген 97 жасын жасап,
2023 жылдың 22 маусымында анамыз жаратқан иесіне қайтты. Бүгін ұрпақтары ата-анаға тағзым етіп, рухтарына Құран бағыштауда. Аяулана, жатқан жеріңіз жайлы, төріңіз жұмақ болғай. Жананам асыланым, қиынға жасымаған, сен барда көк теңізді тасымаған. Мейірімін төккен маған, көңілің көктем маған. Мен үшін менің анам аяуланам, көрмесем сағынамын, өзіңе бағынамын, ауырма жалынамын, аяуланам. Өмірдің өткелінен сүрінбей өткеніммен, артыңа қарайлайсың алаңдаумен. Ол қызың өскенімен, жан жаққа кеткенімен, жолына сағынумен қарайлайсың. Мейірімін төккен маған, көңілің көктем маған. Мен үшін менің анам аяуланам. Мейірімін төккен маған, көңілің көктем маған. Мен үшін барлығына аяулана, мен үшін барлығына аяулана.